Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аруканиц. Менің видеома арнамаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сіздердің әр жыл сайын менің арнамнан көп күтетін, көп сұрайтын видео менің жаңа жылдық сыйлықтарым жайлы. Бүгінгі видеода мен сіздерге осы сыйлықтардың барлығын бір көрсетіп өтетін боламын, бірақ та келесі видеода осы тәттілердің ішінде не бар екендігін толығырақ ашып көрсетемін. Тәттілер видеосында жаңа жылдық тәттілер туралы бөлек видео болады, әрине оны білесіздер, менің традициям бойынша. Менің арнамдағы әр жаңа жылдық видеоларым екіге бөлінеді, біреуі сыйлықтар туралы болса, екіншісі тәттілер туралы. Жалпы сол видеоны күтіңіздер, ал бұл бірінші видео осы сыйлықтарға арналады. Видео бастамай тұрып міндетті түрде дәл қазір видеоның астына түсіп лайктарыңызды аямай басып жіберіңіздер. Сонымен қатар менің YouTube арнама тіркеліңіздер, осы арнама, Аруканиц арнама. Осы видеоның астына лайк басып, менің арнама тіркелген адамның осындай сыйлықтары өте көп болсын. Сіздерге аффирмация, тілек сияқты болсын, міндетті түрде орындалады. Лайк басып тіркеліңіздер. Ал ендеше сіздердің әр жыл сайын менің арнамнан көп күтіп, көп сұрайтын, ең жақсы көретін рубрикаларыңызды бастайық. Сыйлықтарды көрсетіп бастаймын қазір. Видео бастамай тұрып бірден айта өтейін, мен ата-анамнан тек қана вкусняшка, сладостьтар ғана сұрадым осы жылы. Жыл сайын көптеген заттар беретін, немесе бір телефон беретін, бірақ та осы жылы мен ондай заттар сұраған жоқпын өзде, өйткені менде қазір айфоным да бар, барлық қалған заттарымның барлығы өзімде бар. Жалпы ата-анамның сыйлаған сыйлықтарын қазір көрсететін боламын, сонымен қатар достарымның, туыстарымның сыйлаған сыйлықтары да өте көп. Ал ендеше сыйлықтарды көрсетіп бастайын. Бірінші сіздерге көрсеткім келетін сыйлық ол міне осындай жасыл пакеттегі сыйлық. Өздеріңіз блогтан да көрген шығарсыздар. Курста менің құрбым маған берген сыйлық болатын. Өзімнің курсымда, яғни ентіға, БТға дайындалатын курста біз класспен, яғни группамен Тайны Санта ойынын ойнадық. Мен Әйгерім атты құрбыма сыйлық берген болатын. Сыйлық дайындап, сол кезде сол блогта бердім. Влогты көріңіздер, міндетті түрде влог подсказкада болады жоғарыдағы. Міндетті түрде кіріп сол влогты көріңіздер, бірақ та осы видеоның соңында. Осы видео бітсін, содан кейін көріңіздер. Және де Әйгерім маған сыйлық берді. Сәйкестік болды, екеуміз бір-бірімізбен сыйлық алмастық. Сонымен қатар сіздерге айтар тағы да бір мәлімет, осы жылы ата-анам маған көптеген заттар сыйлыққа сыйлаған жоқ. Өзіммен сұрадым, тек қана тәттілер деп сұрадым. Керісінше мен ата-анама осы жылы көп сыйлық жасадым. Тура жаңа жылға ең керемет сыйлықтар жасадым. Соның барлығын видеоның барысында көрсетіп өтетін боламын, айтып өтемін. Жалпы күтіп отырыңыздар. Видеоның кез келген кезінде айтамын, өте керемет сыйлықтар, бір ғана сыйлық емес, өте көп сыйлық жасадым. Ал енді менің құрбымның маған берген сыйлықтарын сіздерге толығырақ көрсетейін. Бірінші бұл жақта осындай стакан с трубочкой. Өте әдемі стакан, прозрачный, яғни түссіз, мөлдір. Ой. Бұл жақта русалканың бейнесі бар. Жалпы өте әдемі стакан. Мүмкін келесі видеоларда фонға қойып қоятын шығармын. Келесі осындай шоколадты аяз ата, шоколадный Дед Мороз. Міне осындай шоколадты аяз ата, яғни вкусняшка, тәтті. Әйгерімге көп рахмет, Әйгерім. Өте керемет сыйлықтар болып жатыр. Келесі міне осындай майшамдар, жаңа жылдық. Мұнда жазылып тұр тіпті. Свечи новогодние дейді. 4 штук, яғни міне 4 дана. Жалпы міне снежное кружево. Міне осындай өте керемет майшамдар болды. Келесі Әйгерімге маған құттықтау. Міне осындай қағаздар. Merry Christmas. Және де құттықтау қағаз, құттықтау хаты. Және де осындай светильник. Міне осындай светильник. Келесі влогтарымда ол да артқы фонында тұратын шығар. Жалпы тұрады. Менің ойымша өте әдемі, өте стильный, және де заманауи. Жалпы осы Әйгерімге көп рахмет, маған оның сыйлықтары өте қатты ұнады. Жалпы көңілімнен шықты. Әйгерім жаңа жылдық сыйлықтардың ең керемет сыйлықтардың бірі болды. Рахмет. Келесі сыйлықтарға кеттік. Міне осындай жаңа жылдық тәттілердің, яғни вкусняшкалардың топтамасы. Бұны мен келесі, яғни сладости видеосында ашатын боламын. Тәттілер туралы, тек қана тәттілер туралы видеода ашамын. Бұның ішінде не бар екендігін, яғни келесі видеодан көресіздер. Келесі видео көп ұзамай шығады, міндетті түрде лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Неғұрлым көбірек лайк бассаңыздар, соғұрлым келесі видео тезірек шығады. Жалпы міне осындай жаңа жылдық топтама, тіпті көріп тұрсыздар, оның ішінде міне кендір тұр, сухарики тұр, және де чипсы тұр. Айтып қойдым бәрін. Жалпы бұл жаңа жылдық тәттілердің топтамасы менің туысқандарымның маған берген сыйлығы. Міне, көрдіңіздер, келесі видеода ашамын. Жалпы осы әзірше. Тағы да бір тәттілердің жиынтығы, бұл ата-анамнан улкер дейді, яғни бұның ішінде альбени болу керек, халей болу керек.
Мен жалпы көріп тұрмын, ал сіздер келесі видеода көресіздер. Вау. Я достар, бұл жақта альбини, қалей. Жалпы сондай тәттілер. Және де ең ұнағаны осы қораптың пішіні шырша бейнесінде өте әдемі, және де жаңа жылдық стиль, жаңа жылдық настроение беріп тұрады. Міне осы өте керемет. Ата-анама көп рахмет, туысқандарыма да көп рахмет. Келесі үлкен қорап. Ол да міне жаңа жылдық, дизайнды керемет, с Новым годом деп жазылып тұр. Аяз ата, снегурочка бар. Жалпы ауыр, яғни ішінде көп зат бар. Бұл да отбасымның сыйлығы. Келесі міне тағы да осындай жиынтық, топтама, жаңа жылдық вкусняшки, тәттілер. Бұл қорапты да маған отбасым, яғни ата-анам сыйлады. Сонымен қатар інім де сыйлады. Жалпы отбасымнан келген сыйлықтардың барлығы анамнан, әкемнен және де інімнен. Туған туыстарымнан келген, туысқандарымнан, ал достарымнан, достарымнан. Сыйлық жиынтығы жаңа жылдық чемодан, набор подарочный новогодний чемодан дейді. Яғни бұл міне достар чемоданның бейнесінде жасалған қорап. Бұның ішінде тағы да көптеген тәттілер бар. Оның барлығын өзім де келесі видеода көретін боламын. Және де мына жақтарында дөңгелек, яғни чемоданға сәйкес. Чемодан болғандықтан екі жағында екі дөңгелек. Одан кейін Name Santa дейді. Рошен екен, достар. Рошен. Яғни ішінде Рошеннің тәттілері болады. Сонымен қатар маған ең ұнағаны, ең таңғалдырғаны шын мәнінде чемоданға ұқсас. Яғни ішінде жаңа жылдық тәттілер, өзі чемодан. Ал ендеше келесі сыйлыққа кеттік. Ал бұл зат менің анамнан маған сыйлық. Жалпы бұл домашние тапочки, үй жағдайындағы тапочки, қысқы пижамама топтама ретінде сыйлады. Түсі де маған өте қатты ұнайды. Туыстарымнан тағы да бір сыйлық, осындай жаңа жылдық топтама, өте үлкен сладкий бокс. Время дарить подарки деп тұр, сыйлықтар уақыты. Жалпы көріп тұрсыздар, ішінде не болатыны барлығы жазылып тұр. Жинақтың құрамында жаңа жылдық набор, 2 барни, 2 милка, 1 пикник, 1 хаус, 1 дирол, 1 уофлыми, альпенгольд және де орео. Міне, жалпы ішінде не бар екенін бір қарап өтіңіздер, паузаға қойып көрсеңіздер болады. Туысқандарыма көп рахмет, өте ұнады. Рахмет. Келесі видеода ашатын боламын. Келесі сыйлыққа кеттік. Оппана, мына пакетті ашайын. Осы пакетті ашайын, достар. Тағы да бір жаңа жылдық пакет көріп тұрсыздар. Бұл да туысқандарымнан. Бұл жақта өте керемет 2 набор шоколада бар, 2 набор конфет. 2 набор конфет, немесе шоколада. Қазір толығырақ айтамын. Оппана! Шоколада! Вау, достар, міне осындай туысқандарымнан өте керемет набор шоколада. Біріншісі көріп тұрғандарыңыздай молочный шоколад, Dream шоколады. Екіншісі кунжутный шоколад, кунжут шоколад Dream. Өте керемет упаковкасының өзі. Дизайндарды көз тартарлық. Вау. Оппана, қазір айтам. Бұл біріншісі ішіне крем мен кунжут салынған Dream шоколад кәмпиттері екен. Және де екіншісі ішіне хош иісті сүт дәмінің кремі салынған Dream шоколад кәмпиттері екен. Вау. Күшті достар, өте керемет. Жалпы екеуі де маған ұнап тұр. Маған өте ұнады, туысқандарыма рахмет. Келесі сыйлықтарға кеттік. Інімнен маған сыйлық, менің телефоныма осындай чехол. Жалпы міне iPhone 12 Pro Max чехол деп тұр. Цветі маған өте қатты ұнады. Ініме көп рахмет. Butter Life, көп рахмет. Достар, ал сіздер міндетті түрде менің інімнің арнасына тіркеліп кетіңіздер. Інімнің арнасында да дәл осындай сыйлықтар туралы видеосы шықты. Міндетті түрде сол видеосын көріңіздер, лайк басыңыздар, оның да арнасына тіркеліңіздер. Інімнің арнасы Butter Life арнасы описаниеда ссылкасы, немесе YouTube'тың өзінен Butter Life деп іздеп тауып алсаңыздар болады. Тіркеліңіздер. Інімнің де видеолары керемет, еңбегін бағалаңыздар. Butter, көп рахмет. Ал енді келесі сыйлыққа кеттік. Ендігі сыйлық әкемнен. Ал енді әкемнің маған берген сыйлығын сіздерге ашып көрсетейін. Бұл жақта барлығы вкусняшка, бірақ та бұл енді ашық тұр. Оны қазір ашып көрсете беремін. Ал ашылмаған бокстарды келесі видеода ашамын. Бірінші осындай лотте куки дейді. Ореоға ұқсайтын печеньелер, какаомен. Өте керемет, міне достар.
Одан кейін екінші кириешки, ветчина с сыром, сухарики, лайт, ветчина с сыром. Енді киндер сюрприз. Вау! Тигренок на удачу с предсказанием дейді. Өте әдемі, керемет. Милый. Казахстан шоколады. Хорошая компания шоколады. Молочная с арахисом. Яғни молочный шоколад с арахисом. Рахат десертные. Вафли. Сникерс. Киткат. Black and White Edition. Киткат Senses, яғни міне осындай киткат шоколады. Және де ол молочный, белый, темный шоколад с хрустящей черной вафлей дейді. Вау, достар, міне жалпы осындай киткат. Және де Макси чай. Міне осымен әкемнің сыйлықтары бітті, сонымен қатар барлық сыйлықтар да бітті. Олай болса, достар, мен отбасыма не сыйлағанымды көрсетіп өтейін. Ең бірінші зат, ол міне менің артымда тұрған осындай гарнитур, өте керемет, залға арналған стенка, жаңа, су жаңа. Өзім отбасыма алып бердім, жаңа жылға арнайы сыйлық ретінде. Осы гарнитур, осы стенка. Осы жиһазды одан кейін тағы да керемет бір-екі мебель, сонымен қатар алып берген ең үлкен, ең көлемді зат, ол диван, угловой диван, кресло, 2 кресломен, және де тағы бір диванмен. Қазір сіздерге оны обзор ретінде көрсетіп өтемін. Міне. Жалпы міне осындай көптеген жиһазды отбасыма сыйладым жаңа жылға. Отбасым өте қуанып қалды. Және ініме компьютерный стол сыйладым. Ініме де өте қатты ұнады. Been friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years they would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play a rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you for so long. And it's killing me to see you there with a broken heart. Ал осымен достар, дәл осы видео тәмамдалды. Сіздерге бұл видеоның ұнағанына сенімдімін. Міндетті түрде лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Келесі тәттілер видеосында жүздескенше, лайктарыңызды басып отырыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Ендеше сау болыңыздар. Now they make you feel so small. When the rain